Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Моргенштерн Алишер Тагирович, 19 лет от роду. И, к сожалению, я умру в нищете. Алишер Тагирович Валеев ресейлік рэп орындаушы, музыкант, продюсер және шоумен. Ол ерекше бейнелері, батыл мәлімдемелері және провокациялық стильдері арқылы танымал. Моргенштерн қазіргі заманғы орыс рэпінің ең жарқын жұлдыздарының бірі. Алишер 1998 жылы 17 ақпанда Ресейдің Уфа қаласында дүниеге келген. Өз мансабын YouTube платформасында бастаған. Оның Easy Rap деп аталатын пародиялық шоулары рэп өнерге қатысты көзқарасын және стилін қалыптастыруға ықпал етті. Бұл шоуларда ол танымал әндерді қайта орындап, ерекше стильде әзілдейтін. Алғашқы тректерін жазып, әлеуметтік желілері арқылы тыңдармандардың назарын аударды. Оның әндері YouTube'да миллиондаған қаралымдар жинады. 2020 жылы шыққан «Легендарный пыль» альбомы рэпердің музыкалық мансабындағы маңызды жетістіктердің бірі болды. Ол альбом бірнеше рет хитке айналды. Соңғы жылдары Алишер өз шығармашылығын халықаралық деңгейде дамытуға ұмтылуда. Ол жаңа әндер жазуды жалғастырып, әртүрлі музыкалық эксперименттер жасап келеді. Атақпен бірге сөзде жүреді. Оның бірі қолдаса, бірі аяқтан тартып хейт ететіндер де бар. Ал әнші әрбір хейтті өз пайдасына асырып жүрді. Бірақ ол 2020 жылдардан бастап әншілік әлемнен байланысын үзе бастады. Оның себебі әншінің әйелімен ажырасқаны, депрессияға түсіп, 2021 жылда сұхбатында «Мен құлаудан қорқамын, яғни мен өз танымалдылығымнан айырылып қалудан қорқамын» деген екен. Бірақ көп ұзамай оның бұл қорқынышы шындыққа айналғандай. 2024 жылдың соңында Алишер өткен жылдың қорытындысын шығарып, өзінің ішімдікке тәуелділігін көпшілік алдында мойындаған. Оның соңғы өнері Пхукетте өтті. Көпшілік орындаушының шынымен де науқас екеніне сенбеді. Меня раздирает на куски, это бесконечная боль, бля. Бірақ тыңдармандарына алдағы жылдары жаңа бейнебаяндар мен жаңа хит тректер шығатынын айтып, жаңа өмір бастаймын деп жанкүйерлерін қуантқан екен. Всем привет, друзья! Это Егор Крид. Я номинант премии Муз-ТВ и РУ-ТВ. Егор Крид бала кезінен музыкаға қызығушылық танытып, 11 жасында алғашқы рэп мәтіндерін жаза бастады. Всем привет, это Крид, и мы хотим исполнить для вас песню про нее. Она не подчинялась правилам, только своим искала что-то светлое сквозь серость на стенах картины. Этот мир ее глаза видели светлый. 2011 жылы «Только ты» атты алғашқы әнін жазып, оны интернетте жариялады. Бұл оның музыкалық мансабының бастамасы болды. 2012 жылы Black Star лейблімен келісімшартқа отырды. Және сол уақытта өзінің музыкалық мансабын кәсіби түрде бастады. Black Starмен бірге ол ұзақ уақыт жұмыс істеп танымалдылыққа ие болды. Оның хит әндері «Самая-самая» және «Будильник» дәл осы лейблмен жұмыс істеген кезінде жарық көрді. Алайда 2019 жылы Егор Black Star'дан кетіп, жеке шығармашылық жолын бастады. Лейблмен келісімшарт аяқталғаннан кейін ол шығармашылық еркіндік пен өз әндерінің құқықтарын алғысы келді. Бірақ Black Star көптеген әндерге авторлық құқықтарды сақтап қалды. Бұл жағдай жанкүйерлер арасында үлкен талқылауды тудырды. Әншінің жеке өмірі әрдайым қоғам назарында болды. Оны көптеген танымал тұлғалармен байланыстырды. Мысалы, Instagram жұлдызы Ксения Делич, әнші Нюша және актриса Валя Карнавал. Егор Крид пен Валя Карнавал 2020 жылдан бастап кездесе бастады. Олардың алғашқы кездесулері тек іскерлік себептермен басталып, кейіннен махаббатқа айналды. Олар бірге шығармашылық жұмыстармен айналысып жүрді. Жалпы Валя TikTok жұлдызы. Ол өзінің сыртқы келбетімен жанкүйерлерін бағындырып, танымалдылыққа ие болған қыз. Ал Егор болса талантты, талғампаз, әрі сәнқой, қызғаншақ әнші. Олардың қарым-қатынасы жағымды сәттерге де, өзара сөгістерге де толы болды. Нәтижесінде 2021 жылы айырылысуға келді. Валяның пікірінше олардың романтикасы екеуінің де шығармашылықпен белсене айналысуына байланысты
тығырыққа тірелді деп айтса, жанкүйерлері Егор тым қызғаншақ және сырт келбетімен жақсы көретін адам. Сол себепті бұл жұптар айырылысты дейді. Дәл осындай бейнероликтер әншінің қызғаныш сезімін оятқан секілді. Осы бір махаббат романынан соң әнші мұңды әндер шығара бастады. Салмақ қосып күйзелісте жүргені байқалады. Әншінің осындай жеке өміріндегі тұрақсыздық пен қарым-қатынастары туралы қауесеттер оның беделіне де әсер етеді. Я здесь, за эту улицу стою. Пацаны мне все, и я все пацанам. Кто меня знает, тот в курсе. Никита Калагривый, орыс актері, бірақ оның есімі көпшілікке көбірек комедиялық ерекше тұлғалармен таныс. Никитаның орасан зор жарқырауының бірі 2023 жылы жарық көрген «Слово пацана» фильмі. Оның осы фильмдегі рөлі басқа актерларға қарағанда танымалдылық әкелді. Сондай-ақ ол осы фильм арқылы өзінің керемет актерлық шеберлігін ашып көрсете білді. Ты что там, шкеришься, что ли, от меня? Дома сиди. Хана тебе, Вова! Глаза смотри мне, уважение надо иметь. Ол шығармашылықтан бөлек басқа да кәсіптермен айналысып жүрді. Содан болар ол бірден жұлдыз ауруымен ауырып, сұхбат берген кезде ол әрдайым өзін басқалардан жоғары санап, өзіне ешкім тең келмейді, мен топ деген секілді мақтанып кететін кездерде болған екен. Ал Никитаны бір жерге шақыру үшін де қомақты қаражат ұсына білу керек. Шамамен оны шақырудың құны $2500 миллион басталады. 2023 жылдың наурыз айында Никита Новосибирск қаласында лоунж-барда мас күйінде жанжал шығарған. Официант қызға тиіскен және оны тістеп алған екен. Бұл әрекеті үшін сотта өз қылығын мойындап кешірім сұраған. Бұл оқиға қоғамда кеңінен талқыланып, актердің беделіне теріс әсер тигізді. Никита 2023 жылы Макс и Гусь сериалының басты рөлін сомдады. Сонымен қатар ол бұл жобада креативті продюсер ретінде жұмыс істеп, өзін продюсерлік саласында да көрсеткен екен. Бәлкім осы танымалдылықтан түспей келеңсіз оқиғаларға берілмеуі актердің табандылығы, өнерге деген мақсаты шығар. Міне достар, танымал тұлғалардың өнер мен өмір жолдары туралы бұл шығарылым өз соңына жетті. Егер бұл деректер сізге ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты бейнелерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.